Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз ауылға келдік. Ағамыздың үйіне келгенбіз. Сода мына бір қашаған екі қойды көрдік. Соны жабылып жүріп ұстап алдық. Қарасаңыздар, былайша обычный қой, мысалға. Мына қарасаңыздаршы, мына. Қалай айтсам болады? Мына жүні көрдіңіздер ме? Өсіп кеткен. Кинода, ютубта көрсетіліп, дәл сондай болып тұр. Мына бір жылда қырқылмаған, бір жыл қырқылмай қалған. Екінші жылы қырқып жатырық. Сонымен осындай колобок болып тұр, үлкен қырқылмаған. Өйстіп қой қырқып жатыр. Екінші қой бар, оны да көрсететін боламыз. Осындай жүндері өсіп кеткен. Неше килограмм шығатыны белгісіз. Мына бастап кеттік осы қой қырқуда. Қой қырққанда бұның реттері бар. Мына көрдіңіздер ме? Ортасынан бастады. Сол кезде былайынша қырқа берсеңіз, ол дұрыс қырқылмай қалады. Ұстаудың да әдістері бар қырықтықта. Осылай қой қырқып жатырмыз. Бұрындары 50 қой соңғаны қырқатындығымыз. Күніне 10 шақты, 20 шақты ұстап қалды. Қазір бәрі айында азайды. Ірі қара ұстандықтан уағымалы жоқ. Осы екеуі қалып қойыпты, биыл қырқылмаған. Осыны қырқып жатырмыз. Жүндерін көрдіңіздер ме? Дайын киіз болып тұр ғой. Киіз болып тұр, тап-таза. Том болған, міне. Тап-таза, міне жүндері жуылған, әдемі. Міне кете береді өйстіп. Қарасаңыздар, бір қойды как будто үзіп жүндерін алып қойған сияқты сендіп тұр ғой, міне. Бір-бірімен ашылмайды. Осылай кете береміз. Қырықтықтың өтпеуіне де байланысты. Өтпесе қанша еді. Жақсы өтті. Қырықты жақсы өткен, мына көрдіңіздер ме? Тоқтамай өтіп жатыр. Соны кей кезде терісінде байқамай кесіп аламыз. Соны абайлау керек. Оған киралин жағып барында әбір жейтін тұғымыз. Ол қып-қызыл қанап сөйтетін тұғын. Осындай. Аяқтарына келдік. Өжі алдыңғы жағы қойдың. Жалғастырып жатырмыз. Мына кетіп жатыр өші. Мына қайшымыз, қырықтығымыз жақсы өтіп жатыр. Мына қарасаңыздар. Көрдіңіздер, жүндер жаймен міне құлпырып тон сияқты түсіп жатыр. Мына бас жағын қырқып жатыр. Қазір осы тұрғанда құлақтап ойлау керек. Сосын арада көбінесе мойындай, кей кезде кейбіреулерде мойыншақ болады, соны кесіп алу керек. Мойыншақты алдын ала байқап көріп аламыз. Осындай ақ міне бас жағына келіп қалдық. Міне осылай бүйтіп қырқа береміз малды. Бір дауыс шықты ғой. Моншақ болсын. Міне моншақ қырқып алса қанайды нараң бәрі көлдария болып. Сол зақым келеді малға. Моншақ жоқ. Мұнда моншақ жоқ екен, көрдіңіздер ме? Міне кейбір малдарда бір 10%-інде кей кезде болып қалады. Талай кездескен моншағын, бірінші моншағын көріп аламыз. Сөйтіп ары қарай міне қырқа береміз, көрдіңіздер ме? Біз күзге таман киінсек, бұл кісілер шешініп жатыр. Көктем күзде қырқылады ғой. Көктем күзде қырқылады екен қой. Соған қырқып жатырмыз. Сосын ары қарай өсіп кетеді қысқа дейін әдемі болып. Бисмиллахиррахманиррахим. Ағамызға көмек берейік. Бұрын істегенбіз, енді біраз болып қалды істемеген. Міне. Руки помните емес, қолымыз біледі әлі. Осылай қырқа бересіздер. Міне. Өзіне икемі бар. Міне мынаған салдыңыз. Осылайына кете береді. Қатты тақап жесек те етін кесіп кетуі мүмкін, терісін. Сол үшін қатты тақамай міне. Сол көбінесе қол ойылып қалады. Осы жерден ана жер ойылып қалады. Сол үшін қолғап киіп алған дұрыс. Ыңғайлы келсе міне. Кете береміз. Қолымыз әлі шықпапты ғой. Болады екен істеуге. Осылай. Міне. Көрдіңіздер, аяқтарын келген кезде осылайына бүйтіп істеуге болады. Қырықтығымыз жақсы өтіп тұр. Кей кезде қырықтық өтпейді. Сол кезде әбір жақ болатын тұғымыз бұрындары. Оны қайраймыз, қайрағанда дұрыс қайра алмайды. Міне. Осылай қырқа береміз. Көпте алып жүрмеу керек. Көпте алып жүрсеңіздер, өтпей қалады. Сосын көбінесе терісін ойып жеді. Осылай қырқа берсек болады. Ешкім қатты саумай қалды. Осылай кете береді. Міне көріңіздер, өздеріңізді қырқып көрсеңіздер болады. Қорқа берген ештеңе болмайды. Болды өсе. Әлеміндегі жартысын кесіп қырқып болдық. Міне неғадан алдық. Осы жағын аламыз. Ар жағын көрдіңіздер ме? Жартысын бәрін алып болдық. Қазір мына бетін аударамыз да. Өзі жартысын кеземіз. Сонымен жақындап қалды жартысын. Көрдіңіздер ме? Міне жарты қой. Қараңыздар, міне. Міне кілем болып қалды, көрдіңіздер ме? Міне қараңыздар.
енді әлі жартысы бар. Болғаннан кейін бір қойды алып тастағандай болады сыртында. Крем десек те болады, мысалға киім десек те болады. Міне осындай. Мына 2 жыл ма қырқылмаған қой ғой. 2 жылда қырқылмаған. Отырап. Иә, кілем сияқты болып қалды ғой. Отыра берейін ба? Сіздер білесіздер ғой, тарихтан да бұрынғы кездері арнайы қой қырқым деген болатын. Совет одағында үлкен ауқымды жұмыс болатындығы, мысалға оқушыларды, жұмысшыларды бәрін алып барып қырқымға салатындығы. Қазір енді Қазақстанда қой бизнесі, қой шаруашылығы дамып жатыр, бірақ бұрынғыдай көп емес қой. Ал енді бізде көріп отқандай қойдың жүніне келетін болсақ, бұл енді қазір ғой енді қатты керек болмай жатқан. Бірақ енді Қазақстанда технологиялар жайымен дамып жатыр. Жаңа атап өттік. Жаңағы картоптың астынан салуға болады екен. Егістіктің басында соқпан деген жер болады. Яғни соған да салып, біраз жаймен пайдасын енді пайдаланып жатыр. Негізінде қойдың жүні Қазақстанда, қазақ елінде бұрынғы қарап отырсаңыздар өте пайдалы болған. Мысалға неше түрлі нәрсе тоққан, мысалға аяғымызға болсын, үстімізге жаңа киетін киімдер болсын, мысалға шекпен бәрін осындай қойдың жүнінен, түйенің жүнінен тоқитын болған. Қазір енді шамалы 90 жылдан кейін қойдың жүні қадір кетіп тұрған болып тұр ғой. Өйстіп біз арасында енді ағамызға келіп қой қырқысып тұрамыз. Қойды қазір бұрындары мысалға 100-дің үстінде болатын болса, қазір енді бір 10 шақты ғана қой бар. Ірі қара малға өткеннен кейін осылай болып жатыр. Енді біраздан бері менде қой қырықпай кеттім, көрдіңіздер ғой енді шамалы. Бірақ енді қолымыз икемі әлі бар екен қой қырқуға. Сөйтіп шамалы көмектесіп жатқан жағдайымыз бар. Сіз қарап отпасаңыз, төменде әділ дарабозға тіркелеміз, комментарий жазып отырамыз. Пікір алмасқан негізі өте пайдалы. Қазақтың каналы дамысын, қазақтың ютубы дамысын. Соған кішкентай үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Енді көрдіңіздер ғой, уже 2 жылдай ма қырқылмағандықтан өте мықты шығарып отыр. Англияда бар еді ғой, 4-5 жыл бойы жоғалып кеткен қойды тауып алады, содан 9 килограммға жүн шықты дейді. Сол сияқты бұда да енді 9 килограмм шықпаса да 1 килограмм, 2 килограмм міндетті түрде шығады. Ал кеттік. Ағайындар, бір қойды бітірдік. Көптеді, көмектеді, ұзақтау қырқылды, ештеңе етпес, бірақ бітірдік. Міне ортасы ғана қалды. Шешемізді ұстап тұрып өйстіп бітіреміз. Сонымен қойды жібереміз, жүнін алып қаламыз. Айтпақшы, жүннің де үлкен бір пайдасы бар. Қазір жүннің көп пайдасы бар. Бұны көп жерде андай алады. Жемістің ба, ағаштың ба астына салады. Соған жақсы жеміс береді. Или картоптың басына салатын болды, осы тыңайтқыш ретінде салады. Сол кезде жер тыңайтуға пайдаланып жатыр осы жүннің өзін. Міне қойды қатты жүгіретін қой. Міне омырауын алып жатыр қазір осы тұрғанда. Агрот еккенде де қолданған екен. Оқпан оқпан емес пе? Иә, оқпан. Сондайға пайдалануға болады екен. Міне осы әділсті каналды тіркелеміз. Подписацияны басамыз, комментарий жазып отырамыз. Қой кетті, бір қойымыз осылай. Міне бағана көрдіңіздер ме, нарада енді білмеймін енді 2 килограмм жүн бар екен. Қажетті жүн шықты. Міне қойымыз.